Батырбек Рысқұлұлы Шамбетов, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, актер, режиссер. Бірнеше қойылымдардың арқасында республикалық және халықаралық фестивальдардың жүлдегері. Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының негізін қалаушы. Негізі осы сұрақ мен үшін қиын болды. Біріншіден актер, содан кейін режиссер, содан кейін әкемін, содан кейін енді көбінесе осы режиссерлыққа кішкене салмақ ауып кете береді. Жаңағыдай ұйымдастырушымын. Жалпы негізі өзің туралы айту мен үшін өте қиын. Себептен жаңағыдай сен кімсің, сенің досыңды алып кел, мен сенің кім екеніңді айтып берейін дейді ғой. Сол секілді осы сұрақты менің жолдастарыма қойғаның дұрыс болатын шығар деп ойлаймын. Енді ол жаңағыдай театр актері немесе режиссері боламын деп армандаған емеспін. Кішкентай кезде, бала кезімізде армандағанымыз эстрада әншісі болғым келген. Ол енді балалық жағында қиял деп ойлаймын. Жағында телевизорды, бізде сол телевизор тәрбиеледі деп айтуға болады негізі. Сол телевизорларды қарап жүргенде, сол әншілерді, өнерпаз адамдарды қарап, сосын соларға қиялдадық қой енді. Сосын енді біздің ауылға жаңағыдай театрлар көп гастрольдеп келетін. Ол кезде жаңағыдай соғыстың жетім балалары деген бір спектакль көрген кішкентай кезімде. Сол менің жаңағыдай балалық әсеріме қатты әсер еткен спектакльдердің бірі. Сосын Қара қыз деген спектакль болған. Сол екеуі де сол соғыс туралы болған спектакльдер болатын да. Содан кейіннен енді 6 классқа барғанда біздің мектепке жаңағыдай драм-кружок, драм үйірмесін ашты. Сол кездерде халық театрының режиссері келіп бізге сабақ берді да. Сол кісінің тәрбиесінде өстік. Сосын ол біз 10-11 классқа барған кездерде ол өзінің халық театрына бізде алып барып, сол үлкен жаңағыдай актерлер мен артистермен жұмыс істеткізді. Сол кездерден бастап менде жаңағыдай қиял басталды да, енді сол театр актер өнері бар екенін сол кезде біле бастадым. Содан кейін жаңағыдай ары қарай енді оқуға бару керек болды. Сол Темірбек Жүргенов атындағы театр және кино институтына түсіп, сол жерден тәлім тәрбие алдық. Содан кейін барып, артынан барып, сосын Сәбит Мұқанов театрында жұмыс істеп жүрген кезімізден бастап жаңағыдай режиссураға ақырын ауысып кете бердік. Енді жаңағыдай мәжбүрлі түрде келдік деп айтуға болады. Ол мәжбүр емес, енді тағдырдың бұйрығы. Сол тағдырдан ешқайдан да қашып кете алмайсың дейді ғой. Біздің театрымыздың осы Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрында Оразалы Ақжарқын Сәрсенбек ағамыз, сол осы театрды ашқан кісі, сол алғашқы директоры, режиссері, сол кісі жұмыстан кетіп басқа жұмысқа ауысқан кезде, Астанаға ауысып кеткенде, сонда біздің театр жетімсірегендей болып қалды да. Сонда спектакльдер қойылмайды, 1-2 жыл жаңа қойылымдар жоқ болды. Сонда бір актерлық жаңағыдай қалауым, актер ретінде жаңа спектакльдерді ойнағым келді. Сол кездерде енді өз-өзіме спектакль қоймақшы болдым. Өзің қойып, өзің ойнаған бір ләззат беретіндей болды. Содан кейін бісміллә деп жаңағыдай Михаил Задорновтың «Күйеңіз сатыңызшы» пьесасы қолға түсті. Сол пьесаны жаңағыдай сахналап бастадық. Оны өзіме қоямын деп ойладым.
Содан кейін ол рольді жаңағындай өзім ойнай алмасымды белгілі болды. Себебі мен қоюм керек, немесе ойнауым керек. Мені қарап бақылап тұратын бір адам керек. Сондықтан жаңағындай Мұрат Құсайыновты рольға алдым да, сосын одан кейін екінші состав болып, кейін өзім ойнаймын деп ойладым. Содан кейін енді спектакльді сахналадық, ойнадық. Спектакль менің көңіліме шықты, көрерменнің де көңілінен шықты жаңағындай. Көп жыл жаңағындай репертуарда жүрді, 5-6 жыл репертуарда жүрді. Сонда енді біткеннен кейін айтам ғой жаңағындай, енді сен екеуміз ауысайық енді, мен ойнайын деп айтуға аузым бармады. Себеп дегенде өзіңнің роліңді өзің таласып отқан секілді болып қалады екенсің да, анау актердің көңіліне кетеме деген бір ой болды. Содан кейін тем более Мұрат өзі сондай бір құлшынып, сонда шабыттанып ойнады. Сонда мен оған жаңағындай аузым барып айта алмағанды соң жаңағындай сол режиссер күйінде ғана қалып қалдым, өзімнің жаңағындай арманым орындалмады. Яғни сөйтіп жаңағындай бірінші алғашқы спектаклімді солай қойдым, мәжбүрлі түрде дегенде. Содан кейін барып ақырынан жаңағындай енді әрине ол кездерде жаңағындай қателіктер болды, режиссерлық қателіктерді жібердік. Бірақ сондай бір қатты жаңағындай бір қателік кетпесе де, сондай бір көңіліме сондай қатты ұнап қалды да, содан кейін бірте спектакльдерді жаңағындай алып сахналай бастадық. Сөйтіп жаңағындай режиссураға қалай кіріп кеткенімізді өзімізде байқамай қалдық. Содан кейін артынан барып жай шейін бұлай спектакль қойы бермеу керек екенін түсіндім. Ары қарай білімімізді жаңағындай арттыруымыз керек деп ойладым. Содан кейін барып жаңағындай Бішкектегі Бейшенәлиев атындағы өнер институтына тапсырып, сол жерде режиссер мамандығын бітіріп шыққам. Енді ол бір алғашқы театрдың ашылу сәттері біз үшін өте бір сондай бір ыстық, бір өмірімізде бір өшпес дақ қалды деп ойлаймын. Себептігіне сондай біздің балалық кезіміз, жастық шағымыз сол осы жаңа театрменен байланысты болды жаңағындай. Сол кездердегі азаматтар өзіңе ыстық, соларды қимайсың. Олар қазір біздің театрда жұмыс істемейді, бірақ та соларды көргенде бір жастығымды, балалығымды көргендей боласың. Ата кетсек енді жаңағындай ең біріншіден сол ұстазымыз, жаңағындай алғашқы директорымыз Оразалы ағамыздың еңбегін атап кетуіміз керек. Ол кісі жаңағындай бізге әкелік қамқорлығын көрсетіп жүрді, біздің еркелігімізді көтерді, жастығымызды, мастығымызды көтерді дегендей. Сол кісіге біз рахметімді айтамын. Сол кісі бұл театрдың жаңағындай алғашқы жаңағындай бір актерлық мектепте іргетасын қалады десек болады да. Ол мына психологиялық театрдың жаңағындай представители десек болады. Сондай бір адамның ішкі жан дүниесін зерттегенге, сондай бір адамның жанын ашуға сондай бір көп көңіл бөлетін. Міне сол ағаларымыз салып кеткен жаңағында сара жолмен келе жатырмыз деп ойлаймын менде. Енді артынан жаңағында біздің жастарымыз болды, жаңағында өзімізбен қатар бір жан Жалғасбаевты айтуға болады, Нұргүл Мағауина, Ербол Шүкіров дейміз, Самал Ташимова, Дәурен Тойбазаров, әйтеуір біздің жаңағындай сол кездердегі бір керемет сәттеріміз. Театр сол кездерде бір жаны ұшып тұрған, жаңағындай балалықтың, жастықтың лебі, бір толқыны, бір сондай бір сахнадан орып тұратын. Сол олар мен үшін жаңағындай бір керемет бір түс көргендей сезімде. Сол түс секілді қалып қалған секілді сондай. Енді ол кездерде бала жаңағындай театр жаңа ашылып жатыр ғой енді. Сонда енді халықтың саны өте көп еді осы біздің спектакльдерді көреміз дегенше. Ол мынау ол кездерде бұл театр солтүстікте болмаған соң
бір сол өнерге шөліркеп тұрды ма екен, сондай бір халық көп болатын. Әйтеуір біздің есігімізді қаққылап, ана служебный есік дейміз ғой, мына қызметтік есік. Сол жерге дейін кісілер келіп, жаңағындай ашыңыздар, кіргізіп жіберіңіздерші деген көп кісілер болды, жастар болды, ажелер келді, бізді жіберіп қойсаңыздар деп. Ой, орын жоқ деп, жаңа Оразалы ағамыз жаңағындай нетіп жүретін, отыратын орын жоқ, кісі битком жаңағындай. Шынымен де бір ине шаншар орын жоқ болатын. Аже келген соң енді бір орындық отырғызу керек қой, тұрып тұра алмайды. Сондықтан әжемізді ертең келіңіз деп шақырып жаңағындай сөйтетін күндер болды. Сонда жаңағындай гастрольдік сапарларымыз да өте көп болды. Мына бүкіл солтүстік Қазақстанның бүкіл жаңағындай ауылдарына, жаңағындай аудандарына гастрольдік сапарлар ұйыстырып жүрдік. Сол кездерде халықтың жаңағындай қарсы алуы, сосын шығарып салуы, сондай бір керемет болған сәттер болды да. Енді қазір сол салыстыра келсе, қазір кішкене жаңағындай өнерге кішкене шөлдерін қандырып қалды ма екен, кішкене саябырсып қалды. Но дегенмен театрдың жаңағындай деңгейі одан түсіп кеткен жоқ деп ойлаймын. Жаңағындай енді табиғи өсу дейміз ғой. Шашымыз өседі бәрібір, жаңағындай жасымыз өседі. Сол секілді жаңағындай біздің театрдың да жаңағындай кемелдену процесі жүріп жатты. Сондықтан жаңағындай бір бұрынғыға қарағанда енді өсу процесі ол табиғи өсу болса да жаңағындай ол өсу бар. Бірақ енді көп жерден біздің солтүстік Қазақстан Сәбит Мұқанов театры деп жаңағындай көп жерден жаңағындай әріптестеріміз естігенде ат үркітіндей жаңағындай бір дәрежеге де жететін болдық негізі. Сәбит Мұқанов театры келе жатыр десе, жаңағындай бізден елең етіп бір өзгеше бір өнер күтетіні рас. Сондықтан менімше бір жақсы даңғыл жолға түскен секілді театр. Рас, театр саласында реформалар өте қажет. Себеп дегенде мынау біз бәсекеге қабілетті болуымыз керек. Яғни қасымыздағы солтүстігіміздегі көршілерімізбен мынау Орта Азия елдерінің театрларымен салыстырып жаңағындай, жалпы Азиядағы жаңағындай театрлардың деңгейіне көтерілуіміз керек те. Ол үшін мен бірден мынау артистерді, режиссерларды договорлық жаңағындай келісім шарт бойынша жұмыс істеуге көшірер едім, реформа жасайтын едім. Себеп дегенде қазіргі кезде жаңағындай актерлар жақсы ойнаса да сол зарплата, жаман ойнаса да сол зарплата, көп ойнаса да аз ойнаса да бірдей зарплата да. Ондай системадан, сондай жүйеден кетуіміз керек секілді. Мұнда жаңағындай издельный деп қоямыз ғой жаңағындай. Қалай жұмыс жасалды, солай ақша төлену керек. Сонда менімше үлкен жаңағындай деңгейлерге жетеміз. Себеп дегенде адам өзін жаңағындай кемелдендіруге бір бәсекеге жаңағындай жол ашылады да. Сонда жаңағындай актерлар өз-өзіменен жұмыс істеу керек екенін, жаңағындай үй тапсырмалары дейді ғой, театрда репетицияның өзіне жаңағындай дайындықпен келу керек қой. Дайындыққа дайындықпен келу керек. Яғни үйдегі үй тапсырмаларын бәрін тең орындау керек. Соның бәрі тең өзін-өзі шешіліп кететін секілді. Мен сол жаңағындай договорлар жүйеге көшкім келетін еді. Енді Қазақстанда жалпы 60-тан асық театр бар екен, 60-тан асады дейді. Соның сол енді Қазақстанның бәрін есептесек бір саусақпен санарлық қана, екі қолдың саусағы ғана жетіп артылады жаңағындай. Ондан аспайды жалпы. Бір жақсы режиссерлар дегенше. Жалпы енді сол 10 актердің, режиссердің өзі мынау теңізге түскен тамшыдай болып тұрады да, ол өте аздық қылады.
ондай режиссерлар көп болуы тиіс негізі. Тағы да сол айта келсек, жаңда басеке деген мәселе болып тұрды. 60 театрға 60 емес бір 120, кем дегенде 120 режиссер тұру керек. Сонда ғана жаңда сондай бір мықты режиссерлар тұрған кезде бір алдыға жылжимыз. Енді сол 10 мықты режиссеріміз бар, олар жаңда ізденімпаз, сонда жаңа бір театр үлгісін жасауға тырысып келе жатқан режиссерлар деп есептеймін. Бет алысымыз жаман емес, жаңағындай игерілмеген тыңды барып игеріп жүрген режиссерларымыз бар, ешкім күтпеген. Болашақта енді олардың саны көбейеді деген ойдамын. Баяғыда біреу жаңында қалжыңдапты ғой, жаңында бұрын артистер жаңында шынайы болатын дейді. Ал жаңағы декорация картондан жасалатын дейді. Ал қазір керісінше дейді. Декорациямыз сондай бір керемет, бір неше түрлі жаңағындай материалдар шықты ғой жаңағындай. Солармен бірақ актердің жаны артта қалып бара жатыр да. Актердің өзі бір декорация болып қалған секілді. Менімше сол театр ешқашанда ол жаңағындай актерден, адам жанның тіршілігінен ешқашанда жаңағындай алыстамау керек. Тек қана адамның психологиясын, адамның ішкі жан дүниесін, жанын зерттейтін, адам танумен айналысатын бір мекеме театр дегенше. Сондықтан актер жалпы сол адам жанын зерттеуден ешқашанда нетпей керек те, ауытқымау керек. Сол болашақ актер сондай болу керек деп ойлаймын. Енді әрбір адамды алға жетелейтін арман шығар. Арманым бір белесті өтсең, екінші белес көрініп тұрады екен. Сол бір белесті өткен соң, екінші белесің жаңағындай сағым болып тұрады. Сол арман, негізі, арман. Бірақ енді арман дегенде де армандау үшін ғана арман болмау керек қой. Ол арманыңды орындауға тырысу керек. Мен өзімше ойлаймын, осы бір жақсы, бұдан да бір жақсы шығарма қойсам, сахналасам ма деп. Сол армандарымды орындағым келеді. Мынау әсіресе мынау қазақ тарихында бір ашылмай қалған көптеген бір тақырыптар бар. Мысалға, мына ашаршылық мәселесі. Ашаршылық тақырыбы бойынша бірде бір спектакль көргенім жоқ. Сол жаңағындай спектакльді сахналағым келіп тұр қазірше, қазіргі таңдарда жаңағындай. Ол спектакль орындағаннан кейін тағы да бір спектакль. Әйтеуір бір болашақта бір мынау театр өнеріндегі бір ізімізді қалдырып кетсек деген арман ғой бұл айтқанда. Толғандыратын нәрселер көп жалпы. Жаңағы қазір ғана айтып кеткен сол театрдың ішіндегі театрдың қалай айтсам, творчестволық, психологиялық, моральный климатын жақсарту, сол жаңағындай реформаларды жасау, сол мені қазіргі таңда өте қатты толғандыратын нәрседе. Себеп дегенде ол жаңағындай ол реформасыз оған баруымыз керек те, сол реформаны тезірек жүзеге асырғым келіп тұрады да. Себеп дегенде ол қазір сондай бір артқа шегініп бара жатқанымыз, артқа тартып тұр, кері тартпаның кері болып тұр да сол. Сол творчестволық атмосфераның жоқтығындағы проблемалар мені толғандырады. Жалпы ұлттық жаңағындай ұлттық мүдде дейміз ғой, ұлттық сана сезім. Бұл неге сондай бір алысқа кетіп қойдық та, бір құлдық санадан бір шалмай жүргеніміз бар. Сол нәрселер мені қатты толғандырады. Көптеген бір өз алдымызша, өзіміздің жаңағындай ойымызбенен, өзіміздің көзқарасымызбенен бір
аяқ бассақ дейміз да. Әйтпесе көп жерден біз жаңағындай ана солтүстікті көп қарап, олар не деді екен, соларға салыстырып, солардың артынан ерушілік, батысты ерушілік, сондай бір бет алып кеткен секілді. Сондықтан жаңағындай бірінші сол театр мәселесі болса, екіншіден сол ұлттық мүдделерді, ұлттық мәдениетті алға тартуымыз керек та, алдыға сүйреуіміз керек. Сол мәселелер мені көп толғандырады. Дін мәселесі дейміз, өзіміздің дінімізді өзіміз ұмытып кеткенбіз көптеген. Өзіміз дінімізден өзіміз жиіркенеміз жаңағындай, өзіміздің тілімізден де жиіркенеміз. Жалпы негізі өнер адамы сондай бір жүрегінен қаны сорғалап тұратын бір адам болу керек. Әрбір нәрсеге жан ашып, әрбір нәрсеге бір жаңағындай бір болменен қарауымыз керек та, жаны жаралы болып тұру керек та, сонда ғана бір барлық нәрсені сезіп, сосын соны халыққа жеткізу керек қой бізде. Сондықтан ол әрбір нәрсе жаңағындай денең сырқырағаның бардың, ұлттың жаңағындай жарасын сезіп жүруің керек. Қоғамның жаңағындай дертін дөп басып жаңағындай анықтап біле білу керек. Солардың бәрі тек мына өнер адамына тән қасиет болу керек деп ойлаймын. Толғандырмайтын еш проблема болмауы тиіс. Ол енді жаңа айтып кеткендей, Оразалы ағамыз, мен өзім сол кісінің шәкіртімін. Ол кісі бізге жол психологиялық театрдың үлгісін көбірек насихаттады. Мен де сол жаңағындай дәстүрді жалғастырып келе жатырмын деп ойлаймын. Оқушыларым сол адам жанын зерттеуге өздері де құмар. Көптеген жаңағындай шәкірттерім осы театрда, осы Сәбит Мұқанов атындағы театрда актер болып қызмет атқарады. Мынау Кукольный театрдағы актерларым бар, шәкірттерім бар. Оларға деген көзқарасым өзіңнің жаңағындай бір бауыр етіңдей болып қалады екен. Өзіңе ыстық, өзіңнің көзқарасың, ол жаңағындай өзіңнің бір семьядан шыққан балалардай бір кешегі жаңағындай не болатын болса, шәкірт болатын болса, қазіргі таңда біз деген жаңағындай әріптеспіз. Әріптес болғанда да жаңағындай единомышленник дейміз ғой. Единомышленник болуға, единомышленник боламыз да. Сондықтан бір жалпы негізі театрдың өзінің школасы, өзінің жаңағындай тәрбиелеп алатын жаңағындай шәкірттері болу керек деп есептеймін. Сол. Енді балалар анасына көбірек жақын болатын секілді. Менің балаларым сондай. Анасына жағында жақында. Енді мен тәрбиесіне әрине қатысамын. Мен олардың көз алдында көлбеңдеп жүрмін ғой енді. Яғни мен тірі жүргенім, яғни оларға тәрбие бергенім деп есептеймін. Яғни айтайын деп атқаным жағындай, сен оларды тәрбиелегенден бұрда өзіңді тәрбиелеуің керек секілді да. Көп нәрседен жағында сенен үлгі алады. Сондықтан сол балаларымның қасында бір артық сөйлемеуге тырысамын. Жағындай мысалға телефондан жағындай, жоқ бұл мені жоқ деп қойшы деп жағындай айтпаймын. Себептігінде мен өтірік айтып отқанымды көріп қалып жағындай өтірікті үйреніп қалмаса екен деп ойлаймын. Сосын жағындай үйде келіп жағындай жатып алмайын деп ойлаймын. Кітап оқу деп айтамыз ғой балаларымыз. Сондықтан барып жағындай кітапты оқу деп айтпай, өзім барып кітабымды оқи беремін. Сосын да анасы айтады жағындай, ана әкеңді көрдің бе? Ана кітап оқып жатыр деп жағындай. Деп қойса жағындай олар қолдарына кітаптарын алып жағындай оқыған болады. Сондықтан мен ойлаймын осы жалпы әкенің өзі бары қасында жүргеннің өзі бір үлкен тәрбие. Оның сөйлегені, оның басқаны тұрғаны, тамақ ішкені, киім киісі, соның бәрі тәрбие. Ол мына әсіресе ұл балалар
сол аке көріп ұл өсет дегендей, сосын барып жаңағыдай акеңді сені көріп өсіп жатыр да. Сондықтан мен ешқандай жаңағыдай бұлай болыңдар деп жаңағыдай аузыменен енді айтам мен кейбір нәрседен, бірақ ең басты мәселе осы өзіңнің өзің жаңағыдай өзіңді өзің тәрбиелеуің керек. Сонда бала шағаң үлгі алады деп ойлаймын. Өз бала емес, ол жақта қасындағы жаңағыдай інілерің бар, әріптестерің бар, жора жолдастарың бар, солардың бәрі тең жаңағыдай тәрбие алады. Егер де жақсы өнегелі, тәртіпті болсаң, өзің сондай болсаң, басқалар да сондай жаңағыдай саған елеседі. Сондай ортада қалыптасады деп ойлаймын. Енді мен жаңағыдай институттан бері жаңағыдай ең алғаш рет естігем сол Станиславскийдің сөзі «Не люби себя в искусстве, а искусство в себе» дейді. Яғни өнерде жүргеніңе сүйінбе, өнерді өзіңде сүй дейді. Яғни бұл жерден жаңағыдай тәкаппар болма деген сөз, жаңағыдай өнерге қызмет істе деген сөз, яғни ұлтқа қызмет істе деген сөз. Жаңағыдай осы ұстанымды, осы қағиданы ұстанамын. Осы сөздің ішіне бүкіл ұстаздарым жаңағыдай осыған үйреткен, осы сөздің төңірегі, осы сөздің асты, ол жаңағыдай сырты сондай болғанымен бір іші сондай бір теңіз, ұшар теңіз болып тұрады. Жаңағыдай адам жаңағыдай теңіз терең емес, адамның іші терең дегендей, сол тереңдей берген сайын сол өнердің мәдениетте зерттей берген соң, сол сөздің жаңағыдай бір құнын түсіне бастадым. Меніңше осыдан таймауға тырысу керек деп ойлаймын өз басым. Сондай менде.